предложи. Кім бастайды екен? Мен бастай берейін. Саламатсыздар ма? Жасым 26-да, Қазақтелекомда жұмыс жасаймын. Үшінші леттің студентімін. HTML, CSS-ті өткенмін. Қазақтелекомда ведущий инженер болып жұмыс жасаймын. Big Dataға резюмемді тастадым. Ол жерде бірақ отказ келді. Өйткені портфолио барлығын көрсеттім, бірақ JS бойынша сұрақтар көп болды негізі, шыны керек. Супер. Сосын осылай екінші курсқа жазылдым. Машалла, машалла. Бұл курс бітіргеннен кейін бұйырса, иншалла сізде уже кәдімгі знания болады. Меніңше уже жеңіл жұмысқа кіріп кете аласыз деп ойлаймын. Так, JS-қа байланысты сұрақтар болды, иншалла. Бұл жөнінде JS әлде JS үлкен бұл. JS бұл жалпы JavaScript курсы. Бұл сіздер бұрынғы үйренген HTML, CSS емес, айтып қойын. Бұл кәдімгі программирование тілі. Программирование тілі. Ау? Бізде сол телекомның ішінде резюме жіберетін портал бар да, мен сол жерде негізі верстка ғана деп жазғам, бірақ ол кісілер мені JS-бен тапит етіп жіберді. Вау, күшті ғой, күшті нәрсе ғой. Мысалы қазір екі айда бітірсек курсты, сіз уже толық бере аласыз уже JavaScript-ке резюмеңізге қосып толыққан. Еще біз үш үлкен приложение жасаймыз, және де екі тағы орта деңгейдегі приложение жасаймыз. Соның барлығын көрсететін болсаңыз, вообще, мне кажется, сізді алып беретін сияқты талап. Бұйырса. Бұйырсын. Так, Аслан жасы 14-те, бұл бізде мектеп оқушысы. Бұл бізде кәдімгі ең үздік студенттер, алдыңғы лектің Балнұр мен Аслан. Аслан, өзіңді таныстыра кетсең, иә? Саламатсыздар ма? Менің атым Аслан, жасым 15-те. Студентпін. Бикадада жұмыс жасаймын. Сол. Бізде Аслан, ол айта кеткенде, бір негізі дарынды бала деп айтсам болады. Шыны керек, өйткені 15-14 жасында программирование үйреніп, кәдімгідей бір ынтасын көрсетіп, бір көптеген задачалар жаса бастады. Алдыңғы лекте үй жұмыстарына жақсы атқарды. Және де мына курста тоже бір не болып жатыр. Бұл программирование тілі меніңше жеңіл алып кетеді деген ойдамын. Аслан, әлі де жолдың басындасың, кәдімгідей бір 14 жасында ертең Құдай бұйырса бір сен уже университетке түспей жатып, уже қолыңда не болады да, неше түрлі проекттер болады, жұмысқа тұрып кетудің несі вероятності жоғары. Соны бұйырсын саған. Жалпы енді Диас, енді өзіңді таныстыра кетсең, біз сенімен жеке сөйлестік, енді осы жерде жақын барлығына өзің жайлы. Барлықтарыңа сәлем. Менің есімім Диас. Атыл университетін бітіргем, төртінші курс оқыдым. ИС бакалаврын. Өзім жасым 21-де. Ого, сіз уже бітіріп қойдыңыз, ә? Иә, бітіріп қойдым. 21 жаста. Так, атуда бітірдіңіз, ИС факультетінде бітірдіңіз, так, 21 жаста оқыды. Неге программист болғыңыз келеді? То есть ИС информационный система, дұрыс па? Және мақсат неде программист болуда? Қандай тұрғыда көргіңіз келеді? Әлде бір өзіңіздің ниетіңіз, мақсатыңыз бар, сондай нәрселер, бір адасушылық бар? Өзім бала кезінде сондай компьютерге жақын болғаннан кейін осы программирование таңдағым ғой. Сосын осы IT саласында ең қатты ұнағаны осы фронт-энд болды да. О, супер. Осы уақытқа дейін енді HTML, CSS бәрін оқығанмын, JavaScript. Бірақ опыт жетпеген екен, осы курсқа келдім. Все, түсінікті. Машалла, проблемаңызды көрдім. Иншалла, курстан кейін А деңгейден Б деңгейге өтесіз, одан көп шығар, иншалла. Так, Диас, танысқаныма қуаныштымын, бізде тағы да студенттер қосады. Олармен жақын таныса бастаймыз, бұйырса. Так, программирование, так, не қылдық. Жалпы мен енді кіріспеге бастаймын. Біздің жалпы курстың форматы туралы қазір бөлісетін боламын. Көптеген ақпараттар келеді қазір миға, қорықпаңыздар. Мен қазір запись жасап жатырмын. Аслан, Диас, Балнұр, жалпы бұл запись кейбір кездер сіздер қатыса алмай қалсаңыздар, ескертесіз алдына телеграмма, жекеге жазсаңыз болады, группаға жазсаңыз болады. Сол жерде не бар? Ескертсеңіз алдында, мен қатыса алмаймын деп ше, осы сабаққа. Сіздерге сонда біз тікелей эфир жібереміз. Жалпы сол тікелей эфирді өзіңіз ерінбей қарап шықсаңыз болады, Жалпы осы тікелей сақтап қоямыз, бұл сіздер үшін. Так, поделиться дейін. Бізде мынаны алып тастайын. Қазір мынаған пока көз аудармай тұра тұрыңыздар.
бәрін ретімен бастайық. Так. Достар, сіздердің жұмыс істейтін оқу платформамыз ол бізде frontends.topcourse.kz деп аталады. Яғни бұл жерден сіз осы жердің бүкіл ақпарат аласыздар. Бүкіл ақпараттың барлығын сабаққа қатысты текст форматында, видео сабақтардың барлығын бүкілін осы жерден аласыздар. Сіздерге жалпы кірген кезде сіздерде мына жерде өздеріңіздің активный курстарыңыз тұрады, белсенді курстарыңыз тұрады. Мына жерде бір курсты таңдайсыздар, сіздер JavaScript деп тұрады. Алдыңғы лек болатын болса, студенттер оларға мынандай HTML CSS деп көрініп тұрады. Осы жерден жалпы сіздерде мына жер JavaScript деген не ашылады, курс ашылады. Бұл жерден сіздерге керегі мына барлық бізде модульдар 1, 2, 3, 4 деген. Және әрбір модульдің ішінде не бар бізде? Сабақтар бар. Достар. Бірінші модуль, екінші модуль, үшінші модуль, осылай кетеді. Бәрі ретімен бастаймыз, кетеміз. Жалпы сіздердің бұл оқу платформаңыз. Мына жерге басамыз, бір сабаққа не істейміз? Сол сабақтың ішіне кіріп кетеміз да, видео тұрады. Және видеоны басып, соны үй жұмыста көріп, керек болса тоқтатып, артқа жүріп, қарап, қайталап жасасаңыздар болады. Бұл видео сабақтарға байланысты. Одан бөлек, неге байланысты? Интерфейске байланысты. Егер сұрақтарыңыз болатын болса, мына жерде қалдырсаңыздар болады. Немесе бізде не бар, достар? Telegram каналымыз бар. Telegram канал ол толық сіздер үшін. Мына бір канал, Course.js 4-ші лек деген нәрсе. Достар, бұл толық қана сіздер үшін барлығы. Бүкіл нәрсені сізге кез келген сұрақтар болуы мүмкін, ұсыныстар болуы мүмкін, барлығын осы жерге жазсаңыздар болады. Енді үй жұмыстарында осы жерге жіберетін боламыз, мүмкін. Так, но бізде одан кейін мына жерде программа курсы деген бөлім бар, бұған басатын болсақ, бізде жалпы жаңағы бір бет болды ғой, сабақтардың барлық тізімі көрінген. Тура осы жерден көре аласыздар да, бірінші сабақтан екінші сабаққа олай секіре аласыздар, кете аласыздар, көре аласыздар. Бізде сабақтар не болады? То есть бізде мысал ретінде біз қазір бірінші модульді өтсек, мына жерде бірінші модульді бітірсек, сіздерге толық осылардың барлығы көрінеді доступтарыңызда. Мыналардың барлығы әзірге көрінбейді. Бұлардың барлығы day by day немесе lesson by lesson дейді. Сабақ бойынша, сабақ өту барысында не істейді? Көріне бастайды. Сөйтіп бірге жылжимыз бәріміз. Так, платформа байланысты сіздерге доступты мен бүгін жасап қоямын. Болмаса, сіздер ертең таңертең тексеріп көріңіздер. Доступ бойынша сіздерде телефон болады, өздеріңіздің берген телефондарыңыз. Соны мына жерге не істейміз? Тереміз сол телефонды, және пароль деген жерге не болады? Тоже сол телефонды тересіздер. Егер де сіздерде почталарыңыз болатын болса, маған жіберіңіздер, Gmail почталар. Мен солар осы телефонмен бірге байлап қоямын. Қазір кіретін метод ол сіздерде мына бір не арқылы телефон, неге логинге және парольға телефондарыңыз тересіздер. Сөйтіп сіздерде не болады? Доступқа кіресіздер. Бұл доступ жайындағы. Одан кейін келесі нәрсе бізде не бар? Мына бір бізде майнмап бар, достар. Анда үлкен бір структура бар. Бұл бізде жалпы JavaScript плюс React-қа арналған біздің ми картамыз. Мына жерге назар аударатын болсаңыздар, достар, бірінші не деп тұр? Бізде бірінші бір деген сөз, ол сабақтың нөміріне тең. Бірінші сабақта не үйренеміз? Көргендей, бірінші сабақта біз жалпы курс туралы сөйлесетін боламыз, жалпы автор студенттермен танысу мақсаты барлығын өтеміз. Екінші сабақ ол сіздерде среда күні болады. Екінші сабақта уже біз инструкция, айнымалы деген тақырыптармен танысамыз. Оның ішінде инструкция деген не, айнымалы деген не, және айнымалының түрлері бар, типтері бар, мына барлығымен жеке танысамыз. Best practice қалай жасалу керек дұрыс, одан кейін var, let cons деген нәрселер бар. Үшінші сабақ осылай кетеді, төртінші сабақ осылай, төртінші сабақ кішкене аста кетті. 4, 5, 6, сөйтіп бізде бүкіл сабақтардың барлығы не істелінген, жіліктелінген, достар. Қайда жүрмін, қалай жүрмін, не үйренемін, қандай реттілікті үйренемін. Бұл бізде сіздер үшін, барлық сіздер үшін негізінде бұл реттілікті көру үшін. Барлық рет-ретімен орналасқан структура. Мынаны үйрендің, келесі сабаққа жылжимыз. Және мысалы мына жерде көп уақыт керек болатын болса, бір сабақ немесе 2-3 күн жеткіліксіз болатын болса, айтатын бір тақырыпты қорытуға, достар, біз тағы да бір уақыт аламыз. Мен білсеңіздер, мен курсты жазған кезде 2+ деп қойғам, ол лекке байланысты, потокқа байланысты. Егер курстың үлгерімі жақсы болатын болса, группаның үлгерімі жақсы болатын болса, біз мына бір жоспар бойынша жасалған жылжып кете береміз. Ал егер де бір уақыт керек болатын болса, үйренуге біз не істейміз, достар? Мына тақырыпқа кішкене тереңірек тоқтала бастаймыз.
Қай кезге дейін тоқтаймыз? Сіздер уже мен түсіндім, мен қорытып алдым, мен бұл тақырыпта код жаза аламын деген деңгейге дейін. Жақсы ма? Сөйтіп үшінші деңгей бар. Сөйтіп бізде не болады? Мына жерде қарасаңыздар 24 сабаққа дейін болады. Бар түсіндірген. Бізде резюме деген сабақ бар. Мына сабаққа да көңіл бөлеміз. Бізде Балнұр ханымға керек болады, как раз бәріңізге керек негізінде. Мына барлығына керек нәрсе. Көп новичоктардың, жуниорлардың жұмыс таппайтын себебі ол резюмені дұрыс жазбайды. Вообще дұрыс жазбайды. Мақсат жоқ, өзін таныстырмайды, фото жоқ, және де жобалар жоқ, оқыған курстар жоқ. Бүкілін былай қалай болса солай жазады. Мен өзім практиканың бойынша айтып жатырмын, и және де өзім де компанияда жұмыс істеп жатқандықтан мен қараймын резюмелерді, өзім де жуниорларды аламын, и қай кезде қалай жазылғанын мен білемін да, қалай әдемі жазылу керек. Және мысалы бірінші көретін нәрсе кез келген компания, ол сіздің қанша жерде мықты болсын да, сенің резюмен әлсіз болатын болса, ары қарай өтпейсің. Соны түсіну керек. Сен мықты болсаң, резюменді де сәйкесінше оны әдемілеу керексің. Суреттер қосып, сілтемелер қосып, толықтырып, сенің кім болғың келеді, кім болып көрінесің, сенің мысал ретінде оның жасаған тәжірибелерің болғын, жобаларың болғын, әр жобаны жіліктеп. Мына бір жоба жасауда мен осындай нәрселер үйрендім. Мына бір жоба жасауда мен не істедім, осындай челлендж задачалар болды, соларды күрделі есептер болды, мен осылар шығару арқылы көп нәрсе үйрендім. Қарасаңыздар, яғни компаниялар осы нәрсеге назар аударады. Ол адамның уже басқа адамнан қарағанда уже бір саты жоғары тұрады. Ол мысалы курс бітірді, ол университет бітірді, әрқайсысы балдар деп есептесеңіздер, үшіншісі ең үлкен нәрсе, ол тәжірибе. Ол тәжірибе деген сөз, ол сіздің жасаған жобаларыңыз. Қандай жоба жасадыңыз, және бұл жоба деген проект қойыңыз, сіз жасайтыныңыз. Ол біздің социальный сеть болуы мүмкін, ол сіздің жаңағы погоданың приложениесі болуы мүмкін, кез келген приложение. Және сол приложение жасап барысында сен не үйрендің, ең басты не үйрендің жаза білсең, сені уже көз түседі саған. Ол мынау уже шынымен өзі жасапты жобаны. Сенің жұмысқа алып кету несі вероятность жоғарырақ болады. Мынаның барлығы React-қа байланысты тақырыптар. React-қа да өтеміз. React біздің негізгі инструмент, күрделі сайт жасауға арналған. Бірақ оғанға дейін біз бір жарым ай почти біз достар не істейміз? Біз тек JavaScript үйренеміз. Естеріңізде болсын. Бір жарым ай біз достар JavaScript үйренеміз. Басқа нәрсе үйретілмейді. Өйткені бұл программирование тілі. Айта кетейін тағы да. Программирование болғаннан кейін, яғни бұл тілді үйреніп алғаннан кейін сіздер, программирование, сіздер ертең біріншіден веб-сайт кез келген веб-сайт жасай аласыздар. Екінші нәрсе мобильный приложение жасай аласыз. Үшінші нәрсе бэкэнд дейді. Бэкэнд жасай аласыздар. Төртінші нәрсе десктопный приложение. То есть JavaScript ол көп нәрсені сыйлайды. Яғни сен бір тіл білу арқылы сен сайт маманы боласың, сен мобильный разработчик боласың, сен бэкэнд разработчик боласың, сен фронтенд разработчик боласың, сен десктопный разработчик деп атайды. Десктоп қарасаңыздар, не бар бізде? 5 маман бар сразу. 5 маман бар. И қарасаңыздар, жаңа Балнұр ханым айтып жатыр, дата аналитик деп жатыр. Оған да қарасаңыздар, уже JavaScript керек. Оған JavaScript плюс Python дейді көбіне. Қарасаңыздар, уже 6-шы мамандық келіп жатыр. Уже 6 мамандықты сен уже бір тілмен алдың. Мен айтатын болсам, қазір Python деп айтайын. Python деген тілін білесіздер, білсеңіздер керек. Бұл бізде не ол? Бэкэндтің тілі. Ода тек бэкэнд ғана жасаласын. Pythonда негізінде тек бэкэнд ғана жасаласын. Ода фронтендті, сайтты, ода бір нәрсені жасай алмайсың, тек бэкэндпен ғана шектелесің. Және де ода мобильный приложение жасалмайсың. Ал мына бір JavaScript тілімен, сен кәдімгі бір тілмен сен 6 мамандық сразу параллельно игересің. Сонысымен күшті да. Мен мықты разработчиктардың барлығы, мен сіздерге айтайын, өзім Google-да істеп жатқан болсын, жақында Швейцарияға барып келдім, досымды көрдім, Аман деген группаласы, мен бірге оқыдым. Google компаниясында жұмыс атқарады, ол қарасаңыздар, тоже мысал ретінде не болды? Осында біз бір университетте оқыдық, Java, көп деген нәрселердің бәрін оқыдық. Айтайын деген нәрсем, тілдің барлығы бұл жерде. Кез келген программин тілдер көп қой. Java дейді, Python дейді, JavaScript, TypeScript түрлер көп. Бірақ мен сіздерге айтайын, олар көбіне 80-90% бірдей. 80-90% не? Тілдің барлығы бірдей. Яғни бір тілді үйренсеңіздер, сіздер автоматты түрде екінші тілді меңгеріп шығасыздар. Тек қана бір разница айтатындай сіздерге тек синтекс, яғни жазылу тәсілі ғана өзгеше.
Аның барлығы сіздерде болады қолдарыңызда. Курсқа доступ ашылған кезде осылай әрқайсымен жүгіріп тоқтасаңыздар болады, иә. JavaScript туралы қозғадық. Скриптті сайтқа қосу дейді. Мынаның барлығын біз уже ертең код жазатын кезде боламыз, талқылаймыз. Жалпы скриптті қосу деген сөз бар нәрсе, онда тоже детально көресіздер. Hello World деген нәрсе бар. Инструменттер. Бөлім достар бізде. Яғни сайтта қолданатын негізгі инструменттер, иә. Сіздер біз дәл қазір сайт маманын жасап жатырмыз. Біз дәл қазір, яғни сайт маман, соның ішінде фронтенд маманын даярлап жатырмыз. Фронтенд маманы да ең жиі қолданатын инструменттер ол біздің веб-браузер, Chrome браузері, Google Chrome браузері. Яғни Internet Explorer емес, Safari емес, Mozilla емес. Біз қазірден бастап келісіп алайық, Google Chrome браузерін қолданамыз достар. Өйткені бізге бұл не? Жалпы бұл браузер көп мүмкіндік сыйлайды. Барлық фронтенд разработчиктар почти көбісі осыда отырады. Яғни фронтенд біз осы браузерді қолданамыз, және Chromeның ішінде ең үлкен бізде инструмент бар, ол Chrome DevTools деп аталады. Бұмен де жақынырақ танысамыз. Осындай инструмент бар. Айта кету керек. И және де бізде қолданатын тағы да бір нәрсе, код жазуға арналған платформа, немесе құрылғы, ол VS Code деп аталады. Visual Studio Code, Міне біздің ол Visual Studio кодымыз, барлық көріп тұрған менің қазіргі жобам, компанияны жасап жатқан. Міне біздің VS Code ашылып тұр, және сол жағында не бар достар? Біздің жобамыз бар, Балнұр ханым кімге бізге Асланға таныс, VS Code пен жақсы жұмыс істейді. Диас, сен VS Code пен жұмыс істеген шығарсың, Я білем бұл. Все. Нам барлық таныс болсаған, поиск, білем. Расширение білем. Хорошо. Жалпы біздің жұмыс істейтін нәрсе осы VS Code'да істейміз. Ешқандай Sublime, анау емес, тек бір осыны ғана қолданамыз. Барлығы бір лекте, бір темде болу үшін, және де бұл негізі VS Code, бұл нөмір бірінші кодовый редактор, код редактор деп аталады. Яғни әлем бойынша статистикалар бар. Яғни соның ішінде VS Code ең бірінші орында тұрған редактор кода деп аталады. Так, бірінші сабаққа байланысты, және де бізде пайдалы ресурстар деген болады. Бізде одан бөлек сайттар бар, біздің курсымыз бар, видео сабақтарымыз бар, тікелей эфирларымыз бар. Және де бұл ақпаратты толықтыру үшін одан да сіздерге біз не істейміз? Пайдалы ресурстармен бөлісеміз. Яғни бұл жерде сілтемелер болады басқа ресурстарға, бұл жерде кітап болады, кітаптер болады, видеолар болады. Кітап бұл жерде бізде бір мықты кітап бар. Сатып алғамыз, оны толық, полностью сатып алдық. Және біз оны өзіміздің группаның студенттеріне не істейміз? Подарка қылып береміз оны. Курсты алған үшін осындай бірге жүреміз. Негізінде ол құны 20 мың ба, қателеспесем тұрады. Ол кітаптың құны, электронды версиядағы. Мен оны сатып алдым, және өзіміздің студенттерге біз оны сыйлаймыз. Яғни сол арқылы, то есть курс материалдарын оқиды. Егер сұрақ болатын болса, тереңірек үйренгісі келетін болса, бір тақырыпты сол кітаптан оқып қарай алады. Так, мынау неге байланысты? Мына жерде сұрақ бар ма екен? Жоқ, менде сұрақ жоқ. Барлығы түсінікті. Так, неге байланысты? Мынау бізге платформаны айттым. Менде бір сұрақ бар. Әрине. GitHub'ты поверхностно үйренеміз бе? Гитті үшінші сабақ деп қойдық. Біз негізінде бұны кішкене өзгерту керек. Біз поверхностно үйренеміз гитті. Сіз гитті білесіз ба, танысыз ба негізі? Негізі таныспын, То есть қаншалық деңгейде танысыз? Бірақ командаларын білмеймін, не үшін қолдану керекенін ғана білемін. Жоқ, онда таныс емессіз онда. Ол екі түрлі нәрсе, мүлдем. Сен мысалы git pull fetch дейтін нәрсені, немесе push дейтін нәрсені түсінбейінше, қолмен жазып, сен оны түсінбейсің. Негіз программированың кез келген нәрсесі солай, мен сіздерге айтайын. Сен вроде білем деп ойлайсың поверхностно, бірақ негізінде кодқа жазған кезде, немесе жазу керек болатын болса, кодпен, бәріміз практикпіз ғой. Бұл жерде мен сіздерге әдемі сөзбен айтқым келмейді барлығын. Мен өзім 9 жылғы тәжірибем бар. IT-ді оқығам, МУИТ университетін бітірдім. Международный университет информационной технология. Мен одан кейін КБТУ-да жұмыс істегем, біздің Қазақ Бридж Техникал университеті. Одан кейін мен өзім қазір білім-лад деген сайттардың барлығын жасаған болатын. Мен өзімнің практикпін, то есть мен отырып, кейбір мұғалімдер болады, әдемі сөйлейді, және де практика аз болады. Біздің курста негізінде көбіне практика, особенно JavaScript қарасаңыздар,
практика, практика, практика. Мына жерден сіздер ертең просто есептен көз ашпайсыздар. Мына жерде есептер деген шығады, калда, функция, массивке байланысты. Бұлардың барлығы не үшін жасалынады? Сіздердің JavaScript ол логика, достар. JavaScript алдымен ол тіл, программинг, екінші ол логика. Сіздердің кез келген программинг тілі ол логика. Жаттап алыңыздар, программинг тілі терең ол логика, ойлану. Так, мына жерге гидті біз поверхностьта өтеміз, бірақ неден кейін емес, үшінші сабақ болмайды ол, естеріңізде болсын. Мына жер реттікті кішкене ауысып қалды. Гидті біз не істейміз? Біз мына жерде біз React-ты үйреніп жатқан кезде параллель мүмкін ертерек, уже бренчтермен жұмыс істеу керек болатын болса, біз поверхностны гидпен танысатын боламыз. Терең емес, гид ол өз басына ғылым, кәдімгідей үлкен ғылым ол жерде. Rebase деген темалар бар, fetching деген темалары бар, көптеген темалары бар, күрделі тақырыптар. Өйткені оның барлығы жоба болғаннан кейін, особенно ертең сіз Facebook сияқты компанияда жұмыс істейтін болсаңыз, үлкен, Instagram, Facebook, ол жерде жалғыз жұмыс істемейсіздер, ол жерде командада жұмыс істейсіздер. Үлкен командада жұмыс істегеннен кейін әртүрлі жағдайлар болады. Конфликттер болады, именно конфликт дегенде кодтағы конфликт айтып жатырмын. Конфликттер болады, сіздің версионы деген нәрселер болады. Солармен бірге жұмыс істеу үшін барлығы сіздерге ол кезде уже гидті таныс болу керек болсын. Біздің мақсат ол мына жерде гидті үйретуге мақсат сіздерде просто бір резюмеде галочка болу, және де не галочка болу емес негізі мақсат ол жалпы өзінің кодтарын барлығын ол осы бір удаленный бір какой-то серверде ұстау, гидте ұстау мақсатымыз. Бұл сабақ негізі басқа бір курстан қарасаңыздар айырмашылығы кірмейді негізі, гид кірмейді. Біздің неге облысқа кірмейді ол, то есть біздің JavaScript плюс React-пен ғой негізінде. Біз плюс сіздерге еще гидте үйретіп жатырмыз. Барынша осы күшті маман болып шықсыншы ертең. Мына бір нәрселер арқылы жұмысты жеңілірек тапсыншы деген мақсатпен бастар. Хорошо? Так, неге байланысты түсіндірдім? Платформаға байланысты, Платформаға доступты біз ертең таңертеңнен бастап тексеріп көріңіздер. Егер де доступ кірмесе сайтқа сіздерге ашылмаса, бізде группа бар, Telegram, немесе маған жекеге жазсаңыздар болады. Менде кірмей жатыр, мен соны қарап көремін, тексеріп, сіздерге доступ қайтып ашып беремін. Неге байланысты? Форматқа байланысты бізде сабақтар, достар, тікелей эфирда дедік, аптасына 3 рет болады. Праздникке байланысты айта кетейін, кейбір уақыттар праздникке түсіп қалған кезде, праздник уақытында бізде сабақ болмайды. Бірақ ол деген сөз, мысалы, 2 айда 1 рет болуы мүмкін, или 2 айда 2 күн болуы мүмкін, бірақ ол деген сөз, ол сабақтың, то есть, ұзара береді деген сөз, то есть, онымен сабақ қысқармайды, естеріңізде болсын. Просто демалыс болғаннан кейін, жалпы ұлттық демалыс болғаннан кейін барлығымыз демаламыз. Түсінемін, өйткені мен бұл практикадан өткен нәрсе, демалыста өткізу курсты өте қиын. Студенттің басын қосып айтайын сіздерге. Студенттің басын қосып өте қиын. Өйткені барлығы аула болып кетіп қалады, барлығы пландайды, жоспарлайды, кетіп қалады. Сол себепті бізді осындай неге жүреміз. Студентпен бірге не істейміз? Бір демде, бір лекте жүреміз. Демалыс болды ма? Барлығымыз демаламыз. Бірақ сол демалысты біз келесі сабақта не істейміз? Жалғастырамыз. Үй жұмысқа байланысты айта кетейін. Бірінші сіздерде платформамен танысу болады, үй жұмысы, қолданып көріңіздер, барлығын ойнап. Және керек нәрсе сіздерде мына жерден бірінші модульді біз толық бітірдік бүгін. Мына жерде кіріспе JavaScript React деген сабақ бар. Бірінші сабақ, екінші сабақ, үшінші сабақ, төртінші, бесінші сабақ. Осы сабақтың барлығын мүмкіндігінше, достар. Бұл жерде мүмкіндігінше деп айтайын. Өйткені әр адамның несі меңгеруі әртүрлі. Өйткені біреу тез меңгереді, біреу жай меңгереді. Мына жерде кейбір күрделі тақырыптар бар. Мынаны айтып қойайын. Кейбір күрделі тақырыптар бар, функция секілді, мүлдем түсініксіз. Мынау бір даже медлдарға түсініксіз тақырыптар ғой. Мына жерде мысалы замыкание деген нәрселер бар, цикличность деген нәрселер бар, тақырыптар бар. Бұл даже медлға түсініксіз болып келеді. Көбіне функция деген кезде осы жерден сұрақтардың бәрі осы жерде негізінде функция массивта және оған не сабақтар негізі базалар болып есептелінеді. Бізде получается бірінші модульді біз бітірдік бүгін. Сіздерге үй жұмысы ретінде не болады? Мына бір 5 сабақты мүмкіндігінше қарап шығыңыздар. Хорошо? Барлығын. Мына жерде JavaScript-тен видео бар, таныстырады не туралы. Ми картасы деген нәрсе, жаңағы нәрсе бізде. Мына жерде ми картасы тұрады. Осында көріп шығыңыздар. Қысқа ғана видеолар. Сосын кітаптар деген нәрсе бар. Мына жерде сайттарымыз біздің негізі қолданатын.
сосын мына жерде сілтеме деген бар, мына жерге басатын болсаңыздар, иә, сізде ссылка ашылады. Сізде так, дауысым естіліп тұр ғой мен, иә? Достар? иә Иә. естіліп тұр ғой. Все, супер. Получается, қарасаңыздар, бізде кітаптардан көрсеттім, және VS Code деген нәрсе бар. VS Code'ты қалай орнату керек, қазір ссылкалар қарап көруі. Одан кейін нәрсе, бізде Chrome браузер деген нәрсе. Chrome браузер не үшін деген нәрсе бар. Тура осы 5 сабақпен танысып шығасыздар. Келесі сабаққа дейін сіздерде қолдарыңызда VS Code орнатылып тұру керек. Мына бір сабаққа кіріп орнатып аласыздар барлығын. Және жоқ болатын болса, Chrome браузер осыны орнатып алыңыздар. Жақсы ма? Сөйтіп келесі сабақтан бастап біз не істейміз, уже программировать код жазамыз. Так, достар, болды. Осылай сабаққа байланысты айта кетейін, тағы да бізде сабақ әрқалай болады, иә. Бұл жерде бізде көбіне негізі орта есеппен 30 минут болады сабақ. Кейбір кезде 25, кейбір кезде 20 болмайды. Ол сіздерге байланысты, ол жалпы курсты қорыта байланысты, үй жұмысына байланысты. Қалай кетті, солай жылжимыз барлығы, жақсы ма? Орта есеппен бізде сабақ 30 минут болады. Сабақ дегенде бұл негізі просто сіздер үшін арналған сұрақ-жауап айдары ғой, айтқанда. Так, егер сұрақтарыңыз бар болса, сұрақ-жауапқа қойық. Жоқ болатын болса, сабағымыз тамам. Келесі сабаққа байланысты достар айта кетейін. Бізде сабақтар аптасына 3 рет болады. Дүйсенбі, ол понедельник, сосын среда, одан кейін жұма болады. Уақыт бойынша бізде 8:45-те деп отырмыз. Мына уақыт сіздерге жақсы ма? Өйткені көп адамдар жұмыстан келеді, жиналып келеміз, тамақ ішіп болған осы уақыт болады, 8:30 ыңғайлы уақыт секілді. Иә, жақсы уақыт. Супер. Жаттап аламыз, достар. Сабақ аптасына 3 рет, понедельник, среда, жұма 8:45-те болады. Ол бір. Екіншіден, сабаққа қатыса алмаған жағдайда ескертіп отырамыз, иә. Біз өйткені күтіп қалу мүмкінбіз, сіздерде мына жерде қас кіреді, міне кіреді деп, сөйтіп бізде уақыт 10 минут просто кетіп қалуға мүмкін, иә. Алдында ескертсеңіздер өте жақсы болушы еді. Барлықтарыңызбен танысқаныма қуаныштымын. Курс барысында біз міндетті түрде жақынырақ танысамыз деген ойдамыз, иә. Бұл жердегі нәрсе, достар, айта кетейін, біздегі қарым-қатынас көбіне мен әлі де бірінші лектің студенттермен сөйлесуге мақсат, ол как дос ретінде сөйлесем. Көбісі жұмысқа орналасқан лектің студенттері, жұмыстарын табуда, жасап жатыр, жұмысты іздеп жатқандар да бар арасында, иә. Солармен даже қалай толтырып өтсем, не жазу керек, қандай нәрсе үйрену керек, бағдар бересі ба деген студенттер бар. Біз телеграм группа мүлдем жаппаймыз. Кейбір мысалы оқу орталықтар болатын болса, мысалы бір уақыттан кейін, белгілі бір уақыттан кейін жауап тастайды барлығын, достып, мысалы телеграм дейтін бәріне. Біздегі нәрсе бұл сіздермен бірге дос болып қалу негізінде. Бұл бәріміз бір әріптес боламыз түбінде. Дос болып қалу, алдағы мен сіздердің толық менторларым ғой. Барлық нәрсе өзімнің тәжірибемнен бойымнан өткеннен кейін сіздерге жол көрсете аламын, көрсетемін. Былай жүр, мынаны үйрен, мынандай ретте үйрен деп, сол себепті осындай немен қарадыңыздар, то есть отношение солай болсын, қатты қалудың қажеті жоқ, және де сұрақ қоюдан ұялмаңыздар. Мен сіздерге айтамын, сұрақ қойыңыздар, ақымақ сұрақ немесе тупой сұрақ деген бізде жоқ, және ең маңызды нәрсе, біз, достар, ешқашан группадағы бір-бірімізді ренжітпейміз. Бұл маңызды ереже, біз группада бір-бірімізге, то есть сыпайы сөйлесуге тырысайық, барынша, студент ретінде барымызға, білмей жатсақ бір-бірімізге көмектесейік, кейбір кездері біліп тұрсаңыз, соны бөлісе кетсеңіздер, то есть бұл жерде жандай бір отношение болады да бәрімізде. Бәріміз бір доспыз, бәріміз бір кемедеміз деген нәрсе. Сондай отношение болатын болса, бәріміз жақсы жылжимыз, бір-бірімізді құрметтейік деген ғой. Өйткені бізде лектер болды, әртүрлі студенттер болды, конфликттер болғаннан кейін мен қаламаймын ондай нәрсе болған, то есть конфликттер болған бір-бірімен, сол үшін қазірден бастап бір-бірімізмен жөнді сөйлесейік. Так, болды, достар, танысқаныма қуаныштымын сіздермен. Мына тікелей эфирді сақтап қоямын. Және не істеймін, оны жүктеп қоямын, өзімнің телеграм группаға ссылкамды жіберемін одан кейін. Сау саламатта болайық. Среда күні кездесеміз, достар. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз.